Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашарғаттарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда криптобанктер ашылуы мүмкін. Үкімет криптобанктерді ашу мәселесін зерделеуге кірісті. Қазіргі кезде министрлер кабинеті цифрлық активтер бойынша түзетулер пакетін дайындап қойды. Соның аясында криптобанктерді ашу мәселесі де талқыға салынады. Себебі ондай қаржы институттары цифрлық нарықтың жаңа қатысушыларын тартып қана қоймай, цифрлық активтер бойынша операциялардың ашықтығында қамтамасыз ете алады. Сондай-ақ криптобанктер осы саладағы жобаларды дамытуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты үкімет Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты экожүйені қалыптастыруға шешулер атқара алатын криптобанктерді ашу әлеуетін қарастырып жатыр. Оның сөзіне қарағанда, халықаралық тәжірибе негізінде қаржылық реттеу шаралары да болу керек. Үкімет криптобанктер нарығындағы қаржының көлемінде есептеп шыққан. 2024 жылы 5,29 миллиард теңге болды. 2034 жылға қарай оның көлемі 63,15 миллиард долларға дейін өседі деген болжам бар. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.